ақтық деміңде калимай шахадатты айттыратын дұғаның бар екенін біліп пе едің? Бәріміз білеміз, ақтық дем ең адамның өміріндегі маңызды сәт. Тіпті шайтан лағнеттің бүкіл өзінің күш қуатын осы ақтық дем кезінде мұсылманға қарсы қолданатынын да бәріміз білеміз. Мынандай бір керемет дұға бар. Бір үлкен әулие ғалым айтқан екен, мына дұғаны таң намазының сүннетін оқып болғаннан кейін парызына басталмай тұрып қаматына дейін, яғни сол арада кім әрқашан үзбей 3 реттен оқып отыратын болса, ол адам міндетті түрде ақтық демінде кәлима шахадатын айтып өлетін болады деген. Жазып жаттап алыңыздар. Я хайю, я қайюму, я дәл жәләли вәл икрам. Әсәлука ән тухия қалби бинури мa'рифатика әбәдан. Я Аллаху, я Аллаху, я Аллах. Я бади'ас самавати вәл ард. Мінекей, өте қысқа, өте жеңіл дұға. Жазып, жаттап, әрқашан таң намазының сүннеті мен парызының арасында оқуды әдетке айналдырыңыздар. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, маған тіркеліп қой. Және де осы видео кімге керек деп ойлаған болсаң, сол адамдарыңа жіберіп қой.